Абай Құнанбайұлының тұлғалы болмысы мен мінезін сипаттағанда оны терең ойшыл, әділетті іздеуші, білімге құштар және халықтың қамын ойлайтын жанашыр кісі ретінде танимыз. Селбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Жігіттер, ойын арзан күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе қойса мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ерта болса жарайды ерге сұқты. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін келпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға. Жүрекке қайрат қонбаса, ұйықтаған айды күн түртпек. Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күндітпек. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Деп Хакім Абай ең алдымен адамдарды рухани билікке, еңбек сүйгіштікке және де табандылыққа үндеген. Абай Құнанбаев: қалың елім қазағым, қайран жұртым. Қалың елім қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузына түсті мұртын. Жақсы менен жаманды айырмадың. Бірі қан, бірі май боп еңдек ұртын. Бет бергенде шырайын сондай жақсы. Қайдан ғана бұзылды сатша сыртын. Ұқпайсың өз сөзінен басқа сөзді. Аузымен орақ орған өңкей қыртын. Өзімдікі дей алмай өз малымды. Күндіз күлкім бұзылды, түнде ұйқым. Көрсе қызар келеді байлауы жоқ. Бір күн тұртын етеді, бір күн бұртын. Бас-басына би болған өңкей қиқым. Мінекей, бұзған жоқ па елдің сиқын. Өздеріңді түзелер дей алмаймын. Өз қолымнан кеткен соң енді өз арқам. Жазушы Мұхтар Әуезов ұлы ақынның өміріне арналған Абай жолы роман эпопеясын жазды. Ақынның мол әдеби мұрасы тек бір халықтың ғана емес, бүкіл адамзаттың рухани қазынасы саналады. Рухани байлығымызды бірге дәріптейік.